Алдымен сәбізді теркадан өткізіп, пиязды турап, чеснокты турап, майдалап, кішкене май қойып, осылай салат ретінде қуырдым. Осындай салатым дәмді болып шықты. Ішіне кішкене бұрыш және тұз қостым. Салатым дайын сонымен. Ал сорпаға су, помидор, картошка, сәбіз, ет және де тұз, су қосып, кішкене май қойып осылай қайнаттым. Толық түсіруге уақыт болмады. Обедке сорпам осылай дайын болды. Ыстық қылып, суық күнде осылай ішіп дайындап алдық. Одан кейін шашылған ойыншықтардың бәрін жинап, орын-орнына қойып, үйдің барлығын жинап, тазалап болғаннан кейін ыстық сорпамызды осылай кішкене үзіндісін түсіріп алдым. Ішіне дәнді дақылдар қостым. Өте дәмді болды. Біздің обед бүгінгі осы іске сәт.